Салам достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін бізде керемет челлендж болайын деп тұр. 24 сағат өзімнің бөлмемнен шықпаймын. 24 сағат дейсің ба, Нони? Өзіңе сенімдісің ба? Әрине. Достар, ұлдар, қыздар, жақсылап отырып алыңдар. Алдыларыңа чипсы, колаларыңды алып алыңдар. Бүгінгі челлендж өте қызық болады. 24 сағат бөлмеден шықпай отыру мүмкін ба, достар? Бүгін соны сендермен бірге тексеретін боламын. Сендер видеоға лайктарыңды басып қойыңдар, ал біз болса бастаймыз. 24 сағат бір бөлмеден шықпаймыз. Бізде ереже былай, достар, бұл менің бөлмем. Мен бөлмеде отырмын. Осы сәттен бастап ертеңгі күннің осы уақытқа дейін мен осы бөлмеден шықпаймын, прикиньте. Осы бөлмеден шығуға болмайды, басқа бөлмеге баруға тыйым салынады. Так, мен ана жаққа шықпасам, тамақпен не болады сонда? Ал тамақпен бізде бәрі оңай. Қараңыздар, мен бөлмеден шыға алмаймын, және де бөлмеге маған ештеңе әкеп бере алмайды. Там мысалға ар жақта PlayStation бар да, менде басқа бөлмеде. Соны үйдегілерге сұрап алып беріңіздерші деп мен ала алмаймын. PlayStation неге алып алмадым, мен ақымақ. Тамақтың уақыты болған кезде маған есіктен тамақты әкеп береді. Міне мына жақта есік тұр бізде. Болды, басқа ештеңе маған беріп жібере алмайды. Мен оларға ештеңе беріп жібере алмаймын. 24 сағат мен ішімді пыстырмай, комп ойнаймын ба, спортпен айналысам ба, терезеге қарап отырам ба, сурет салам ба. Жалпы қалай уақыт өткізуімді қазір барлықтарың көретін боласыңдар. Ең бастысы сендер лайк басыңдар, арнаға жазылыңдар, кім жазылмаған коммент жазыңдар. 24 сағат мен үшін оп-оңай, достар. Бұл челленджді мен найзи орындап тастаймын. Олай болса кеттік, достар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бастаймыз. Қиын. Менің уже ішім пісіп кетті ғой. Ал мынау менің бөлмем. Не істеуге болады? Бізде видео басталғалы 5 минут өтті. Так, бізде не бар? Бізде аю бар, достар, мына жерде. Хей, аю! Қалайсың? Саған көз жоқ қой? Қайда кеткен бір көзің? Бір көз жоқ, бейшара. Қиын болған екен, Так, отыр былай. Бізде аюдың бір көзі түсіп қапты, достар. Аюға есім берекші, давайте комментарийге бәріміз жазамыз. Ең керемет есімді осы аюға беретін боламын, достар. Менің үйімдегі аю. Тұршы, мына жақта сені адамдар қарап отыр ғой. Шақта берші. Міне, достар, менің жұмыс орным. Дәл осы жерде мен жұмыс жасаймын. Легендарный орын, кім көрген жоқ. Енді көріп жатқан боларсыңдар. Видеоға лайктарыңды басыңдар, сендер үшін түсіріп жатырмын. Міне системный блок кез келген ойынды көтереді. Бізде 2 монитор. Кстати, айтпақшы, достар, сендерден опрос. Керемет бір сұрағым бар сендерге. Мына жерде бір мәселе тұр менде. Бірінші мониторда бізде Железный человек тұр, барлықтарың білесіңдер, Марвелдің геройы. Және екінші мониторда бізде Человек-паук, барлықтарың білетіндер, қараңдар. Денесінен андай бу шығып тұр ғой. Мына Человек-паук бізде жаңбырдың астында тұр. Прям обойлар бізде живой обойлар. Менде мынандай сұрақ. Осы екеуін төбелестіретін болсақ, кім жеңеді? Қалай ойлайсыңдар? Қазір араларында айтатындар бар шығар. Нони қуасың ба? Человек-паук, Железный человектің шәкірті ғой ол. Железный человек бұған қараған, типа ағасы болып кеткен, ол екеуі төбелеспейді ғой. Білем. Екеуі таныс емес деп есептейікші. Просто екеуі бөлек герой, бір-бірін танымайды. Төбелестіретін болса, кім жеңеді? Человек-паук жеңе ма, әлде Железный человек жеңе ма? Комментарийге барлықтарын жазыңдаршы. Менің ойымша мен білмеймін, достар. Железный человек жеңуі мүмкін, немесе Человек-паук жеңуі мүмкін. Екеуін де жақсы көремін. Осындай бір күрделі сұрақ болып тұр да, мен үшін сендердің ойларыңды білгім келеді. Давайте комментарийге түсеміз да, видеоны паузаға қойып жазайықшы. Екеуі төбелессе, кім жеңеді, достар? Сұрақ. Так, бізге уақыт өткізу керек. Қалай өткізсек болады? Давайте компқа бізде обзор жасайық. Осында отқаннан кейін шағын ғана обзор жасап кетейін, кімдер көрген жоқ. Біз уақытқа қарауды ұмытып кетіппіз ғой, сағат нешеде бастағанымызда. Бізде 3-тен 48 өтіп жатыр. Біз 3:30-да бастадық шамамен. Келесі күннің осы уақытына дейін біздің челлендж жалғасады. Бізде клавиатура Lenovo Legion. Системный блокта бізде Core i9 9900K. Видеокарта бізде Asus ROG Strix 2080 Ti 12 гигабайт видео памятімен, короче. Азушка бізде 4 тұр, HyperX-тан, жалпы 64 гигабайт азушка. Ішінде 2 SSD бар, біреу 1 терабайт, екінші 6 терабайт ба, короче, осындай размермен. Блок питания бізде 1000 ба. Сосын бізде водяной охлаждениелер бар, міне үстінде тұрған. Жалпы осылай қысқа нұсқа айтып кеттім. Бізде мына жерде дауыстың заттар бар, кішкене ғана шаң болып кетті, енді ренжімеңдер, достар. Мына жерде бізде звуковая карта, сосын мына жерде ламповая мягкость беретін тағы бір оборудование, сосын бізде мына жақта компрессор. Міне мына жағына қарайтын болсақ, ұзын компрессор дауысты компрессировать етеді. Бізде мына жақта пистолет.
Ал біздің ең басты затымыз микрофон. Микрофонның машалкасына қараңдар достар, мынаны ренжімеңдер, Омар жеп қойған. Үйде Омар деген бұзық бала бар. Сол Омар мынаны мен жоқ кезінде, мына бөлмеде емес кезде кірген, және де мына машалкаларды тістеп жұлып тастаған. Өте керемет. Мен көңіл күйім түскен сол кезде, бірақ қазір уже оған көндім. Енді ештеңе істей алмайсың ғой. Я, осылай достар, менің рабочий столым дәл осылай. Ешқандай значок жоқ, ешқандай ойындар, программа түк жоқ. Челлендждің басталғанына бізде жарты сағат болды. Так, не істесек болады? Біз CSGO ойнасақ болады ғой. Бой. Steam'да ашамыз, CSGO'ды басамыз, играйтты басамыз, болды, кеттік. Бүгінгі челленджді орындау үшін мына компьютер менің басты көмекшім, өйткені компта біраз уақытты өткізуге болады. Қазір Counter-Strike Global Offensive ойнайтын боламыз, яғни CSGO. Міне серверге кірдім, DM сервер, осы жерде атса тұратын боламыз. Так, бұлай өлтіріп тастайсың ғой, клавиатураны баспай өлтіріп тастай бересің ғой, көрдіңдер ма? Так, алдымнан келген. Бәрекелді. Кеттік, ал атсамыз. CSGO-да